Баршаңызға сәлем, мен Жайнагүл. Сникерс пирогын пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті жұмыртқа 1 дана, қант 100 грамм, қаймақ 150 грамм, сары май 180 грамм, қопсытқыш 15 грамм, какао 40 грамм, ұн 400 грамм, сгущенка және арахис керек. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды салып, тағы да араластырып, үстіне сары майымызды қосып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды, қопсытқышымызды және какаомызды бір-біріне араластырып, ситадан өткізіп, мана қоспамызға қосып, қолымызбен илейміз. Бір ескере кететін жағдай, ұнымызды 400 граммнан асырмай, не кемімей қосамыз. Сонда осындай тестіміз шығады. Илеп болған тестімізді екіге бөліп, мен 24-тік форма пайдаландым. Жан-жағына бортик салуды ұмытпаймыз, өйткені сгущенкамыз ағып кетпеуіне. Одан кейін сгущенкамызды алып, үстіне салып, тегістеп, әдемілеп қоямыз. Сгущенкамызды жағып болғаннан кейін грек жаңғағын немесе арахисті қолдануға болады. Мен грек жаңғағын қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуға болады. Жаңағы қалған тестімізді алып, оқтаумен жайып, әдемілеп кесіп, осылай видеодағыдай реттеп қоямыз. Тестімізді реттеп болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. 15 минутта пісіп шықты. Сіздерге кеңес беремін, жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тез жасалатын пирогымызды отбасыларыңызбен қуантыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.